Баршаңызға сәлем, қымбатты достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай өте биік болып шығатын панкейктер дайындайтын боламыз. Осы уақытқа дейін мен қаншама рецепттермен панкейктер дайындап жүргенмін, бірақ осы рецепт ең сәтті рецепт деп айта аламын. Менің каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Сізге қажет заттар ол елткен өткізілген ұн, сұйық май, жұмыртқаның ағы мен сарысын ажыратып аламыз, сүт, қопсытқыш және тұз бен қант. Ең алдымен жұмыртқамыздың ағын миксермен жақсылап өзінің пішінін ұстай алатындай ең жоғары биіктерге дейін шайқаймыз. Міндетті түрде миксеріміз бен ыдысымыз құрғақ, таза болу қажет. Енді осы миксерімізбен ары қарай жұмыртқаның сары уызын, қант пен тұзымызды қосып жақсылап осылай ағарғанша миксерлеп аламыз. Енді сүтімізді құямыз. Сүтіміздің температурасы бөлме температурасы болса жарайды. Оны да жақсылап миксерлеп аламыз. Енді ұнымызды 3-4 бөлікке бөле отырып саламыз. Миксеріміздің жылдамдығы қатты да емес, жайында тұруы қажет. Себебі панкейктерімізді қатты араластыруға болмайды, миксермен резиновый болып шығуы мүмкін. Сондықтан да тек қана бір қалыпты масса болғанға дейін ғана араластырамыз. Енді қопсытқышымызды салып бір араластырып жібергеннен кейін соңғы ингредиентіміз, яғни сұйық майымызды құйып жақсылап бір қалыпты массаға айналдырамыз. Енді ыдысымыздың жиектерін осылай тазалап алған соң жаңағы ақуызымызды порцияларға бөліп салып астынан жоғары қарай көтере отырып жай ғана араластырамыз. Көп араластыруға болмайды, себебі біздің панкейктеріміз басылып қалады. Осылай ақырын ғана араластырып біркелкі массаға жеткіземіз. Консистенциясы осындай болып шығады. Енді құрғақ табамызда май құймай қатты қыздырып алған соң осылай 2 қасықтан салып панкейктерімізді пісіріп аламыз. Біздің панкейктеріміздің бетіне осындай көпіршіктер шыға бастағанда оны аударуымыз қажет. Осылай силиконды лопатканың көмегімен екінші жағына аударып аламыз. Оңай аударылады. Екінші жағы тез піседі. Бірінші жағынан қарағанда бірінші жағынан көпіршік шыққанға дейін күтеміз. Екі жағынан да пісіру уақыты бәрін қосып санағанда 1,5 минутта пісіп шығады. Мінекей қандай биік болып шыққанын өзіңіз көрсеңіз болады. Бұл порциядан менде осындай 10 үлкен панкейк шықты. Бұл үлкен размер болып саналады. Бұдан кіші, яғни бір қасықтан құйып та пісірсеңіздер болады. Осылай қойытылған сүтпен, яғни сгущенкамен берсеңіз өте керемет үйлеседі. Немесе балмен, басқа да джем сияқты өзіңіздің ұнайтын тәттіңізді қосып ұсынсаңыз болады. Қазір енді ішін көрсетейін. Жақсы болып піскен, өте нәзік. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Басқа рецепттермен жасамайтын боласыз. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Осы рецепт ұнаса, пікірлерде бөлісіңіздер. Баршаңызға ас болсын.